Егер сізде асқазан ауыратын болса, өт толған болса, яғни таңертең тұрған кезде аузыңыздан ащы дәм шығып, тіліңіз сарғайып кетсе, бауыр майланса, я болмаса үлкен дәретке бір аптада бір рет зорға шығып жүрген болсаңыз, онда сіздің өтіңіз толған деген сөз. Өтте тас болуы мүмкін. Сондай жағдайларда мына құрттамыр деген шөп дәріні ішулеріңіз керек болады. Осы шөп дәріні ішу арқылы жаңағы өттің толуы, бауырдың майлануы, асқазанның гастрит, изжога, язва жағдайларынан емделуге болады. Одан бөлек қанды сұйылтады. Егер жүректе тахикардия болатын болса, яғни жүрек қатты соғып, я болмаса давление жоғары болатын болса, осы құрттамырдан алып ішу керек болады. Бұл қанды сұйылтқаннан кейін бүйрекке де, жүрекке де жақсы көмегін беріп жатыр. Құрттамыр деп біз өзіміз атап жүрген себебіміз міне жердің астында құрт сияқты болып, міне осылайынан жатады. Мынау енді алып жатып сынып қалды. Міне осылайынан құрт саяқты ирелеңдеп жатқан себепті құрттамыр деп атаймыз. Бұл шөп дәрінің емдік пайдасы өте көп. Жаңағы егер щитовидкада, яғни зоб болып ауырып жүргендердің көпшілігінде йод жетіспеушілігі болады. Дәл осы жағдайда да осы құрттамырды ішіп емделіп жатқандар көп. Оны мен алдындардан да беріп түсіріп жүрмін 2023-тен бері. Сол жылдардағы видеоларымнан да, я болмаса отзывтардан да қарасаңыздар болады. Халық емі Мұқаділ деген Instagram, YouTube парақшаларында салып қойған. Халықтарыңызға ем болсын.